Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз шамды екі жерден басқару сұлбасын құрастыруды үйренеміз. Қажетті құрал жабдықтардың ішінде қарапайым ажыратқыштарды емес, өтпелі ажыратқыштарды пайдаланамыз. Олардың құрылысының ерекшелігі алдарыңызда. Негізгі қасиеті тізбектерді ауыстырып қосу. Электр сұлбаны құрастыру тәртібін анимация көмегімен қарап шығайық. Тізбек толық дайын болған соң, бірінші ажыратқышты қосайық. Нәтижесінде шамымыз жанады. Жанып тұрған шамды бірінші немесе екінші ажыратқыш арқылы сөндіруге болады. Яғни бұндай тізбектерді дәлізі ұзын ғимараттарда қолдануға болады. Дәліздің басына жарықты қосып, соңында шығып бара жатып өшіруге де болады. Немесе кері, соңында қосып, басында сөндіруге де мүмкіндік бар. Енді тәжірибеге кірісейік. Тізбегімізді құрастыруды бастайық.